Жанарқа өнерінің мәдениеті мен өнері Қазан төңкерісінен кейін ғана дамыды десек, артық айтпаған болар едік. Кеңес дәуіріне дейінгі заманда жекелеген өнерпаздар болғанымен, олардың кәсіби шеберліктерін шыңдауына ешбір мүмкіндігі жоқ болатын. 19 ғасырдың екінші жартысында Жанарқа жерінде көптеген атақты күйшілер мен әншілер өмір сүрген. Жанарқаның өнерге бейім халқына әнші сазгерлер Мүсәйіп пен Сапалайдың, күйшілер Сайдалы Сарытоқа мен Дайрабайдың ықпалы мол болатын. Кеңес дәуірі басталғанда мәдени ағарту жұмыстарын алғашқы бетте Қызыл Отаулар жүргізді. Ел арасында ән айтып, күй тартып, өнер көрсетуді Қызыл Отау мүшелері саяси үгіт-насихат жүргізумен ұштастырып, әлеуметтік мәселелерді, әсіресе әйел теңдігі мәселесін шешуге атсалысты. Ал 60-70 жылдардан бері Жанарқа әнші күйшілерінің атағы барша қазақ әлеміне мәлім бола бастады. Қазақстан және Орта Азия әнші жыршыларының аймақтық жарысының жеңімпазы Игілік Омаровтың, Қазақстан Республикасының халық артисі Асқан әнші Қайрат Байбосыновтың, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген әртіс, парламент депутаты Бекболат Тілеухановтардың даңқы алты алашқа жайылды. Жанарқа ауданында мәдениет және өнер ошақтары кең ауқымды түрде жұмыс жасайды. Мәдениет қызметкерлері жылда түрлі марапаттарға ие болады. Жанарқа өнерінің мәдениеті мен өнер ұйымдары жылдан жылға заманауи талапқа сай дамып келеді. Солардың ішінен мәдениет ошағы, Жанарқа аудандық мәдени сауық орталығы тәуелсіздік алғаннан бастап іс-шаралар атқарды. Бұл мәдени сауық орталығында Серік Ысқақов атындағы халық театры, Балдәурен би ансамблі, Наз Қоңыр фольклорлық этнографиялық ансамблі, балалар қуыршақ үйірмесі, әзіл сықақ отаулары, гитарашылар ансамблі, әжелер ансамблі, ауылдық клубтар жұмыс атқарады. Сәкен Сейфуллин орталықтандырылған кітапханасы заман талабына сай жабдықталған. Бұл кітапханада балалар, жасөспірімдер, үлгілі кітапхана, онлайн кітапхана бөлімдері бар. Сонымен қатар кітапханада мәдени демалу орталығы, коворкинг орталығы ашылған болатын. Орталықта іс-шаралар өткізуге арналған орындар бар. Барлық қажетті техникалық мүмкіндіктер жасалған. Бұл интернетке сымсыз қол жетімді ақысыз платформа. Жанарқа ауданының тағы бір атап өтетін мәдени ошақтарының бірі Жанарқа аудандық балалар өнер мектебі. Бұл мектепте домбыра, қобыз, дәстүрлі ән, хор, фортепиано, музыка әдебиеті, бейнелеу өнері, би сыныптары ашылған. Жанарқа ауданында тәуелсіздік саябағы және Отыншы Баубеков атындағы саябақтар орналасқан. Саябақта түрлі, көпшілік, мәдени, спорттық шаралар өткізіледі. Модуль кешенінде спорттық ойындары өткізіліп тұрады. Сондай-ақ арқамыздың орталығында орналасқан Сәкен Сейфуллин атындағы Жанарқа аудандық тарихи өлкетану музейі. Музей 1984 жылы ақиық ақын, жазушы, мемлекет қоғам қайраткері Сәкен Сейфуллиннің 90 жылдық мерейтойына байланысты Далбай Істілеуовтың бастамасымен құрылған болатын. Бұл көне заман ескерткіштері, жәдігерлер, өнер туындылары, мәдени құндылықтар сақталған мәдени, рухани, ғылыми мекеме. Музей 4 залдан тұрады. Бүгін халқымыздың бай мәдени мұрасы мен руханиятының дамуына үлес қосып келе жатқан азаматтарды жұдырықтай жұмылдыратын мерейлі күн. Бүгінде технологияның ілгерілеп,
Кешегі ақпараттың мән-маңызы бәсеңсігеніне қарамастан, рухани жауһарларымыз бен мәдени құндылықтарымызды мәйек етіп, әлемдік қауымдастық алдында егемен еліміздің абыройын үстем ете аламыз. Осы орайда жауапты қызметтің қазанында қайнап жүрген сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, табандылық пен толайым табыс тілейміз.